Адам ғұмыры желде ескен қысқа сапар. Сол сапардың мәні артында қалдырған ізімен ел жадындағы бейнесі. Ал сол іздің ең асылы ұрпағына қалдырған өнегесі, отбасына сепкен мейірімі. Ізгілікті ту етіп, маңдай термен өмір сүріп, шаңырағына береке дарытқан Сәрсенғалиев Серік Халықұлының өмір жолы соның айқын дәлелі. Сәрсенғалиев Серік Халықұлы 1958 жылы 10 ақпанда Гурьев қаласында дүниеге келді. Тек дәулеттен тараған ол халық әкемен кең пейілді, мейірімі мол құтты беке ананың тәлім тәрбиесін көріп, отбасында 9 ағайынды болып бірге өсті. Атананың ақ сүтімен дарыған мінез өмір бойы адамға жолдас дегендей, атанасына бойына мейірімділік, еңбекқорлық, адалдық пен шыншылдықты сіңірді. Балалық шағы Махамбет ауданы Таңдай ауылында өтті. 1965-1973 жылдары Таңдай орта мектебінде білім алды. 1974-1976 жылдары Бақсай өңіріндегі Қаракөл совхозында атанасына көмекші шопан болып еңбекке ерте араласты. Бұл жылдар оның бойына төзім мен жауапкершілікті, адал еңбекке деген құрметті сіңірді. 1976-1978 жылдары Семей облысындағы Курчатов қаласында отан алдындағы борышын өтеді. Әскерден оралған соң 1978-1979 жылдары Құлсары ауылындағы АТП мекемесінде слесарь болып қызмет атқарып, еңбек жолын жалғастырды. Қай істе жүрсе де тиянақтылығымен, ісіне адалдығымен көзге түсті. 1980 жылы Меңдіғалиева бақытпен шаңырақ көтеріп, үлгілі отбасының негізін қалады. Жары екеуі 3 жыл бір қызды тәрбиелеп өсіріп, ұрпағына ізгілік пен еңбек қорлықты мирас етті. Мың 1980-1990 жылдары төменгі жайық суландыру мекемесінде жүргізуші болып еңбек етіп, ел арасы жолындағы адал еңбектің үлгісін көрсетті. Құрметті ағайын тумалар, енді Серік бауырымыз, ініміз бағанағы жылдыққа десе, енді мен Серікпен төменгі жайық суландыру жүйесінде 20 жылдың үстінде жұмыстас болдық. О да автокөлік жүргізуші, мен де автокөлік жүргізуші болып, екеуміз жұмыс ағайын, ағалар ретінде біріміз сыйлап, құрметтеп, өзі жұмысында өте ұқыпты, жұмыста қалмай, уақытында келіп, автокөлік әрқашан бағанағы таза ұстайды өзі. Енді жолдас жобалармен құрмет бірге сыйласып, бірге жұмыс жасадық. Өз жұмыста тәртіпті адамға, жолдас жобаға болсын деп тұрып көмектеседі. Ал енді Серік бауырымыздың енді жатқан жері жайлы болсын, топырақ торқа болсын, артында қалған жолдасы, бала келіндер, немере шөберелер, енді немерелерінің атасы мен әжесі болған жиендердің. Енді соның артында қалған ағайын тумалар аман сау болсын, енді шапағат болсын соларға. Арты жарасын енді. Кейінгі жылдарда қарап қалмай 2000-2021 жылдар аралығында түрлі күзетшілік мекемелерінде қызмет атқарып, маңдай термен нәпақасын тапты. 2021 жылы зейнеткерлікке шықса да, еңбектің қадірін ұмытқан емес. Мың 1988 жылы Махамбет ауылында Дәулетов Ибатолла мен Құлманов Мәдениет деген достарын кездестіріп, достықты өмірдің соңына дейін сақтап өтті. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады дегенде берік ұстанған олар қуанышта да, қайғыда да бір-біріне тірек болды. Мен Сәрсенғалиев Серік Халықұлын 1988 жылдан бері жақсы танимын. Ауылдаспыз, құрдаспыз, доспыз. Сол 88 жылы 3 аудан біріктіріп, мен Махамбет ауданына, Махамбет селосына көшіп келгенмін.
содан бері қарай осы бірінші араласқан үйім осы кісілер болды. Содан бері қарай енді мынау арғы беттен Дәулет Ибатолла деген азамат келіп, үшеуміз бір үйдің кісіндей араласып, жақсы жүрдік. Енді серіктің өзіне келетін болсақ, бұл еңбекқор, үлкен азамат, әкесі, шешесі совхоздың шаруашылығында жұмыс істеген азаматтар. Енді ол серік бауырмал, өте қонақжай, ақкөңіл азамат еді. Ол төменгі жайық суландыру мекемесінде жүргізуші болып жұмыс істеп, үлкен азаматтармен бірге жұмыстас болған. Серік пен Бақыт екеуі 3 бала, бір қыз тәрбиелеп, бәрін жан-жаққа үй қылып шығарып, балдары қазір жақсы жұмыстарда жұмыс істейді. Жаңағы жаттан жақын болып араласқан құдалар бар. Сол құдалармен бәріміз бірге болып, танысып, араласып, жақсы күндеріміз көп болды. Біз жаңағы үшей Ибатолла, Серік, үшеуміз мына телефонда чат деген бар осы, ошақтың 3 дейтін чат ашып, соған үнемей біріміздің хабарымызды біліп, араласып, жақсы күндерді бірге өткіздік. Ағалары, жеңгелері, әне қарындастарымен бәрімен араласып тұратын еді. Енді айтарымыз, Серіктің топырағы торқа болсын, иман жолдас болсын. Енді Серіктің көрмеген семьясына, жанұясына, Бақытқа, балдарына сіздер көріңіздер деп айтқымыз келеді. Сол Серіктің тарапынан айтылған тілектер, оқылған дұғалар бәрі қабыл болсын. Махамбет ауданына алғашқы жұмысқа келгенде құрдасым, таңдайлық азамат Құлманов мәдениет арқылы Серікпен танысып, артынан жанұяларымыз танысып, күні бүгінге дейін бір-бірімізбен жақсы араласып келе жатқан достарымыз. Серік жөнінде бірталай жақсылар әңгімелер айтуға болады. Ол өзі қонақжай, қарапайым, көпшіл азамат. Оның әке-шешесінде, апа жезелерінде, аға жеңгелерінде жақсы білеміз. Мамасының қолынан талай шай ішкенбіз. Серіктің қонақжайлығы сол жылда, жаңа жылда біздің үйден шай ішейік деп алғашқы қонаққа шақыратын сол еді. Бақыт екеуі өмірге алып келген ұрпақтарына жақсы тәрбие берді. Бір-бір шаңырақ қылып, солардан көрген немере жиендерінің қызығын көрді, шүкір жеткізетін жағдай бар. Жақсы жерлермен құда болды. Сол құдаларымен біз талай дәмдес болдық. Мынау достығымыздың белгісі ретінде ошақтың 3 деген группа ашып, сол группа арқылы бір-біріміздің амандығымызды біліп отыратын едік, жақсы әңгімелерімізді айтып отыратын едік. Әрине, сол чаттан Серіктің дауысы естілмейтіні біз үшін өкінішті. Енді міне сол досымыз жөнінде өткен шақпен әңгіме айтуға тура келіп жатыр. Өткен күндерімізді, жақсы кездерімізді сағынышпен еске аламыз. Серіктің орны біз үшін бөлек. Сондықтан мына сәкеңе
жатқан жері жайлы болғай, топырағы торқа болсын дейміз, жаны жәннатта болсын дейміз. Артында қалған ұрпағына, жан жарына Сәкеңнің көрмей кеткен қызығын көрсін, орындалмаған армандарына сол ұрпағы жетсін деген тілегіміз бар. Өмірдің берекесі ұрпақ. Бүгінде оның артында 12 немере, 3 жиен қалды. Немерелерінің үлкені жоғары оқу орнында білім алып жүрген студенттер. Немере жиендерінің қызығын көріп, әрқайсысына өз баласындай мейірімін төкті. Отбасы татулығын бәрінен жоғары қойды. Жайық, бегіс, көрік рулармен құдандалы болып, құдай жекжатпен сыйластықта ғұмыр кешті. Ағайын туысқа қолдау көрсетіп, ағайын арасын жақындатқан дәнекер. Ағайын туыспен де, дос жаранмен де сыйластығы жарасқан. Адал досты қадірлеп, қарым қатынасты қастерлей білген жан еді. Иә, бүгін мына Сәкеңнің ортамыздан кеткеніне 1 жыл болып қалды. Топырағы торқа болсын. Мен Сәкеңді кішкентай күнімнен білем, бірге өстік екеуміз. Мына бақытты балалы шағымыз бірге өтті. Мектепке бірге бардық, 1-ші классқа. Бір партада отырдық екеуміз. Sonra мектеп бітіргеннен кейін 1 жылдан кейін әскер қатарына алынып, Сәкең Курчатов қаласында Семей ядролық полигонында 2 жыл әскери міндетін атқарып келіп, содан мына өзіміздің Таңдай ауылында автоклуб жүргізушісі болып жұмыс жасады 1 жылдай. Автоклуб меңгерушісі Жолдасқали Құсайынов деген ағамыз болды. Содан мына Бақыт жеңгемізбен танысып, сол жылдары екеуі отау құрып, содан Махамбет ауылына үй сатып алып, жеке үй болып отау құрып екеуі. Сол дүниеге 3 ұл, 1 қыз әкелді. Ұлы ұяда, қызы қияда, қазір немере шөбересін көріп кетті Сәкең. Енді маңындайына жазған қызықты көрді. Сәкеңнің көрмеген, бұл өмірден көрмей кеткен қызықтары болса, мына Бақыт жеңгемізге, ағайын тумасына, бауырларына көруге жазсын деймін. Сәкең сол банағы отау құрғаннан кейін осы Махамбетте Қазсельхозтехника мекемесінде жүргізуші болып қызмет атқарды. Одан сосын әлгі төменгі Жайық суландыру мекемесінде жүргізуші болып, сонда зейнетке шыққанша сонда қызмет атқарды. Сәкең жөнінде көп әңгіме айтуға болады. Ақ көңіл, бауырмал, ағайын дегенді іздеп жүріп өзі араласатын еді марқұм.
қазір енді орны үңірейіп тұр, мәңгі есімізде қалады енді. Арасында ойлап іздейміз. Өкінішке орай енді Сәкен ортамызға келмейді. Топырақ торқа болсын, жатқан жері жарық, иманы жолдас болсын. Артында қалған ұрпақтарын желеп жатсын деймін. Жары бақытпен 45 жыл қол ұстасып, бір-біріне сүйеу болып, берекелі ғұмыр кешті. Серік Халықұлы ата ретінде де, әке ретінде де орны бөлек, айрықша жан еді. Әке Асқар тау, ана бұлақ, бала жағасындағы құрақ деп бекер айтылмаған, ол ұрпағына адал еңбек пен адамгершіліктің озық үлгісін көрсете білді. Ақыл өсиетімен бағыт-бағдар беріп, әрдайым дұрыс жолға жетеледі. Бауырмал мінезімен кең пейлі айналасына әрдайым жылу сыйлап тұратын. Бірақ Алланың ісіне шара бар ма? 2025 жылдың 17 наурызында денсаулығы сыр беріп, ізгі жүрек соғуын тоқтатты. Асқар тау әкенің дүниеден озуы жанды күйзелтіп, жүрекке орын толмас ауыр салмақ салды. Ардақты әкеміз Сәрсенғалиев Серік Халықұлының бұл жалғанмен қоштасқанына да 1 жыл уақыт өтті. Уақыт жылжып, күндер ауысқанымен жүректегі сағыныш саябыр таппайды. Әкенің орнын ешкім толтыра алмасы анық. Дегенмен, оның адамгершілікке толы ғұмыры мен адал еңбегі артында қалған ұрпағына өшпес мұра болып қалды. Үлкен немересі Тілеуханның отау құрған тойын көрсем, немерелері Мұстафа мен Арсеннің мектепке барған көрсем деген асыл армандары жүрегінде қалды. Ұлы бардың өзі бар, қызы бардың көзі бар деп өзімізді жұбатамыз. Асыл әкенің рухы әрдайым артында қалған ұрпағын қолдап, қорғап, жолына шырақ болып тұрарына сеніміміз мол. Себебі әке бейнесі көзден кеткенімен көңілден кетпейді. Жүректе мәңгі сақталады. Рухы пейіштің төрінде шалқып, жаны жәннатта болсын. Бақыл болыңыз, әке. Кіршіксіз туған анадан байлыққа барын балаған, баласын жарын бағым деп санаған. Жан едім қайтем нарадам, жарық ет жатқан жерінде. Сұраймын бүгін, сұраймын Алладан. Әкешім, орының бөлек өмірде. Әкешім, жоқтығың батты көңілге. Әкешім, түсіме емші Асқар тауым менің. Әкешім, сағынып жүрмін өзіңді. Әкешім, айта алмадым кей сөзімді.